Бүгінгі саннан көретіндеріңіз, Тимур Құлыбаевтың бункер үйі жайлы білесіз бе? Күні кеше Құлыбаев Лондондағы дәл осы зәулім сарайын 19 миллиард теңгеге сатты. Мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов парламент отырысында заводқа жұмсалған қаражат жайлы әңгіме қозғап, Шарлапаевтың ашуын туғызды. Или уже наши деньги разворовали. Где, кстати, деньги? 40 миллиардов или 98 миллиардов. Куда они ушли? Алматы облысындағы Кемертоған мектебінің 2800 оқушысы қалдық тамақ жеп, жуынды ішіп жүр екен. Қалдық күріштер балаларға берейін деп отқан. Міне, тағы да қалдық күріштер. Түрмедегі белсенді Айгерім Тілеужанның қан қысымы жоғарылап, оң жақ беті жансыздана бастаса да, түрме әкімшілігі әрекет жасамай отыр, сукалар. Всю неделю у нее повышенное давление, плохое самочувствие. Ассалаумағалейкум, қалтасында көк тиыны болмаса да, кредит алып той жасаудан жалықпайтын қасқыр мінез қазағым. Жоғары пайызбен қазаққа несие беру арқылы Назарбаевтың тұқымтияғы байып отыр. Неге десеңіз, күні кеше Халық банк 277 миллиард теңгеден астам дивиденд төлеуге шешім қабылдады. Оның шамамен 193 миллиард теңгесін Тимур Құлыбаев пен оның жұбайы Динара Құлыбаева басқаратын Алмекс Холдинг Групп акционерлік қоғам алады екен. Сұмдық па? Сұмдығы былай тұрсын, масқара ғой. Осындай қаражатты қалталарына басып отырған адамзаттарға 19 миллиард теңге деген түк емес қой. Құлыбаев Лондондағы бункер үйін 19 миллиард теңгеге бағалапты. Дәлірек ол Букингемнің маңындағы зәулім сарайын 34,7 миллион фунт стерлингке сатқан. Қазақстандық олигарх бұл ғимаратқа 2007 жылдан бері иелік етеді. Бұл үйді North Wine Capital инвестициялық компаниясы сатып алыпты. Не дейміз? Бұл үйден түскен ақшаны Құлыбаев су тасқынынан зардап шеккендерге беретін шығар десең, әй қайдам, бұл тойымсыздарға қазақ қырылып қалса да бәрібір емес пе? Тойымсыз демекші ақшаны жеп, халықты алдап, өтірік ақпарат беріп жүрген аферист шенеуніктер елімізде жетіп артылады. Ал осы тойымсыз нақұрыстарды қашан Тоқаев жазаға тартпақшы? Бұл мәселе Мәжіліс депутаты Мұрат Әбеновті де толғандырып жүрген көрінеді. Или уже наши деньги разворовали. Где, кстати, деньги? 40 миллиардов или 98 миллиардов. Куда они ушли? Есть ли они? Вот еще же здесь граждане как спрашивают. Вы обучили в 22 году 500 человек, свозили в Татарстан. Эти люди в надежде ходили, а сейчас они жалуются. Там недавно чуть ли не митинг был, да, 100 человек вышло, говорят, ну нас обучали, деньги потратили. Мы хотели семьи кормить, рабочие места хотели создать. Сейчас ничего нет. Вот вы лично сейчас заявили цифру. До конца года мы выпустим 1 миллион. Вот вы лично, как министр, готовы нести ответственность, если ваши сегодня красивые цифры, заявления, оптимистически, будем так говорить, не выполнятся? Позвольте, вопрос по Шиному, да? Да, цифры я цифры спросил. Я кратко отвечу. Вот, Мурат Абдулмамедович, вот то, что вы делаете сейчас, да, это называется классическая подмена аргументации. Никаких нацфондовских денег в этом проекте никогда не было. Нацфондовских, это первое. То, что вы вот заявили сейчас. Это вот то, что и каждый раз, когда вы вот на публику, на камеру сейчас это говорите, я считаю, что это чуть-чуть искажение фактов. Пожалуйста, давайте будем точнее. Өнеркәсібі дамымаған елдің өнеркәсіп министрі Шарлапаев дегеннің ашуланғанын байқадыңыздар ма? Жаны шығып кете жастады. Менің ойымша бұлардың бүкіл халыққа, депутаттарға көнбей жатқандарына қарағанда арттарында үлкен ұйымдасқан қылмыстық топтар секілді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бюджеттен бөлінген қаражат кімдердің қалтасында кетіп жатыр? Төменде пікір жазып кетіңіздер. Мен оқимын. Ой, жоғары жақтағы дөкейлер былай тұрсын. Біздің қарапайым мектептердегі жемқорлықтың өзі өршіп тұр ғой. Оған мысал Алматы облысындағы Кемертоған мектебіндегі мына бір былықтар. Не қалды екенш? Еттейді. Одан қасы міне. Жаңағы ұсталайтын қарайтын қалды күріш, компот қалып балалардан қалған енді қайта құйып беріп отыр. Мысалы, ерткенен жылғанен састап өзгереді. Міне қалды тифтилигер балаларға беріп отыр қараңыздар міне. И міне сүт, GLC, айран жаңа бой көрмейді ғой бізге. Сроктар өтіп кеткен 14-24 жыл. Оқушыларға қалдық беріп, жуынды ішкізген бұл оқу орнының басшылығына ешкім ештеңе істей алмай отыр.
Крышалары мықты ма, кім білсін. 2800 оқушы оқитын бұл мектептегі былықтарға әбден тойған белсенді Әсет Оңалбаев Тоқаев пен депутаттарға үндеу жолдады. Қасым-Жомарт Кемелович Тоқаев мырзаға, оқу-ағарту министрі Ғани Бектайұлына, депутаттар, өзіміздің танитын, осы халық үшін шырылдап сөз сөйлейтін деген Абзал Құспан мырза, Ермұрат Бәпи мырза, Ринат Зайытов мырза, Мақсат Толықбай мырза, Базарбек бауырым, және тағы да басқа депутаттарға айтарым. Енді өздеріңіз айта кетейін, қазіргі Алматы облысы Қарасай ауданында болып жатқан жаңа Кемертоған орта мектебіндегі жауапсыздық, балаларға қасақана істеліп отқан жаңағы жауапсыздық деп айта аламын. Әрине бұл үндеуді Тоқаев қарайма қарамайма белгісіз, бірақ депутаттардың көретініне сенімдімін. Елдің ертегін ұрпақ ертеді демекші, балаларымыздың қауіпсіздігі бірінші орында болғандықтан Кемертоған мектебін толықтай тексеру керек. Арамызда дәл осы оқу орнында баласы оқитын ата-аналар болса, төменде пікір жазып кетіңіздерші. Жағдай өзгерді ме, әлде баяғы жартас, сол жартас па? Міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Мен оқимын. Өткен жылы қаңтар оқиғасы кезінде Алматы әуежайын басып алуды ұйымдастырды деген айып тағылып, жазықсыз 4 жылға сотталған әріптесім журналист Әйгерім Тілеужанның түрмедегі жағдайы нашарлап кетті. Қамаудағы белсендінің қан қысымы жоғарылап, оң жақ беті жансыздана бастаған. Бұл туралы Әйгерімнің адвокаты Айнара Айдарханова маған хабарлады. Она позвонила мне утром в пятницу, сообщила, что всю неделю у нее повышенное давление, плохое самочувствие, и утром увидела, испугалась, что у нее затек правый глаз, он был в кровоподтеках, белка не видно, начала неметь правая часть лица, звон в ушах, и обратилась, видела как медсестер, обратилась к ним, но они никак не отреагировали. Айнара Айдарханованың айтуынша, мұндай жағдай бір рет емес, бірнеше рет қайталанған екен. Вообще вот эта вот ситуация по поводу оказания или не оказания медицинской помощи именно в учреждении в отношении Айгерим, это уже не первый случай, то есть мы уже в течение 2 месяцев с этим сталкиваемся, с этим боремся. В этом тоже публикация была у меня, я думаю, в новостных порталах выходила, то, что Айгерим на запланированное платное лечение не вывозят. То есть для оказания каких-то стоматологических услуг ее вывозили с января месяца по март 8 раз. Но уже начиная где-то с середины марта, с 12 марта, ее перестали вывозить по различным причинам. Айту керек, бұған дейін Әйгерім Тілеужан бірнеше рет түрмедегі жағдайымен өз құқығының бұзылуына наразылық ретінде аштық жариялаған. Алайда батыр қыздың бұл әрекетіне мән беріп жатқан түрме әкімшілігі жоқ, сукалар. Естеріңізде болсын, кез келген дүниенің сұрауы болады. Әйгерімді жазықсыз түрмеге жапқандар да, оған түрмеде қорлық көрсеткендер де заң алдында болмаса да Алланың алдында жауап береді. Бүгінгі айтарым осы, қасқыр мінез қазағым, жаса қазақ.